табиғатқа байланысты. Сол себеплі жаңа Өзбекстанды құру жолында саламат, білімлі, терең пікірлі, патриот жастарды тәрбиелау үшін барлық шараятларды жаратуымыз шарт һәм зарur деген сөздерінің тикарында жеткіншектің бақыты һәм келешегі жатады. Алғыс сізге, ана мектеп, бізде сіздің үлесің көп, әлпешледің құшағыңда, өнерлі бол, перзентім деп. Қадірлейміз, қастерлейміз, ұлылардан ұлы дейміз, ұстаз сізге міндеттармыз, мәңгілікке құрметтейміз. Үлкен өмірге қадам қою алдында тұрған пікіршілердің мектеппенен қоштасатұғын уақыты да жақындап келмекте. Соңғы қоңырау бұл әрбір инсанның білім алған мектебімен қоштасып, қуаныш һәм толғаныстардың себепшісі болған демлер. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Миромонович Мирзиевтің пікірші оқушыларға жолдаған құттықтауы. Қадірлі перзенттерім, бәрінен бұрын сіз әзизлердің өміріңіздегі бүгінгі ұмытылмас қуанышлы уақия мектеп білімлендіруін табысты тамамлап, жеткілік аттестатын қабыл етіп атырғаныңыз һәм ғаресіз тұрмысқа қадам қойып атырғаныңыз бенен қызғын құттықтаймын. Осы қуанышлы аямда мемлекетіміздегі 10 мыңнан аса мектепте мехрибан ұстазлар, құрметті ата-аналардың қатынасуында соңғы қоңыраулар жаңлап 450 мыңнан астам пікірші жастарымыздың құрметіне жақсы тілектер білдірілмекте. Әмеміз бұл пікірлерге шын кеуілден қосылған халда үлкен арзу ниетлер менен келешек режелерін дүзіп атырған ұл қызларымызға оларды әмелге асыруда үлкен күш ғайрат, әумет һәм табыстылар тілейміз. Әсіресе мектепті алтын медал менен түкеріп атырған 11.500-ден астам перзенттерімізге, 2.000-нан астам күміс медал иелеріне оқу һәм ізденуде, жәмиеттік жұмыстарда өз заманластарына бәрқұлла өрнек һәм үлгі болып кетірғанлығы үшін айрықша құттықтау һәм тілектерімізді білдіреміз. Әзиз пікірші жастар, бүгінгі күнде біз өз алдымызға қойып атырған ұлы мақсаттерді әмелге асыруда бүткіл халқымыз қатарында білімлі, өнерлі, істілермен һәм ватан сүйуші, әр тарихлеме жетік жастарымызға сүйенеміз. Келешегіміз иелері болған науқыран әулетларымыз жаңа Өзбекстанды құруда үлкен дөретуші күш сипатында қатынасу үшін зарur шараятларды жаратып бермектеміз. Соның ішінде сіздердің заманауи білім өнерлер, ана тіліменен бірге шет тілдері, IT һәм инновациялық технологияларды дөретушілік һәм експерименттік тарауында Қытай еліміз үшін қазіргі күнде 201 жоғары оқу орны, 598 техникум, көптеген моноорайлар һәм технопарклер, кітапханалар, мәдениет, көркем һәм спорт мекемелері нәтижелі жұмыс алып бармақта. Білімлендірудің барлық буындарында оқу тәрбие жұмыстарының сапасын, нәтижелігін арттыру, пікірші жастарымызға таңдау имканиятын кеңейту үшін жаңадан жаңа система һәм бағдарламалар, электрон платформалар іске қосылмақта. Сіздер әнесінде шексіз имканиятлардан дұрыс пайдаланып, жаслық маусымның алтынға тең әрбір минутын қадірлеп, келешекте ватанымыз ғаресіздігін, ел жұртымыз мәфілерін барлық тарауда сенімлі қорғайтын жетік кадрлар, саналы һәм ұлы инсанлар болып, халқымызға шын кеуілден қызмет етесіз деп сенемін. Соны да аса ұмытпаң, инсан өмірге мүнәсіп орын табуы, ел жұрттың хүрметі һәм ітібарына ие болуы үшін милли һәм умуман инсанилық қадіриyatlарды иелеп, барқылла алға ұмтылып жасауы, ізденуі һәм үйренуден асла тоқтамауы керек. Адал һәм машақатлы ниет.
Адал һәм машақатлы минет, ilmге, кәсіпке, ата һәм шаңараққа садықлық сөзсіз инсанды жоғарылатады. Оның тұрмысын пайызлы һәм жарқын етеді. Әсіресе сіздер сияқты науқран, күш қайратлы жастарымызға жедел заманнан ібірат алып, әр күні бір нәтижеге ерісіп, күш жігеріңізді, сынақтарыңызды тақлап, тек қана алға қарай бару жарасады. Сіздердің жаңа идея һәм бастамаларыңыз, түрлі тараудағы жетістіктеріңіз, жаңа Өзбекстанды және де құдіретті ететұғын материалдық һәм рухи тикарларды құруға шексіз үлес болып қосылатынына сенемін. Сіздердей өз күшіне сенген, сенімді жастардан қадірдан мектебіңіз, әзиз ұстазларыңыз һәм ата-аналарыңыз, бүткіл халқымыздың тек қана игілікті жұмыстарына жарқын нәтижелер күтеді. Міне осындай жоғары сенімге бәрқұлла мүнәсіп болың. Ұмтылу, іздену һәм жаңалық жаратудан ешқашан шаршамаң. Ғаресіз тұрмысқа қарай дәстепті қадеміңіз құтты болсын, әзиз ұл-қызларым. Шавкат Мирзияев, Өзбекстан Республикасы президенті. Құттықтау үшін сөзді мектебіміз директоры Юсупова Бағзагүл Абдіреевнаға береміз. Ассаламу алейкум, қадірлі меймандар, ұстаздар, оқушылар, келуші жастар, ата-аналар. Бүкіл еліміз бойлап бүгін тап осы демлерде 10 мыңнан астам мектепте сіз сияқты 450 мыңнан астам науқан жастар өмірінде ұмытылмас, қуанышлы һәм артқа қайтарып болмайтын жылдары көздері қимастан ана мектебі алдына жиналған. Себебі бүгін әне осы минутларда халқыма мұнасиптерден боламан деген сіз сияқты келуші жастар білім тәрбие берген әзиз ұстаздарына міндеттаршылық білдіріп, ана мектебі менен ұштасу алдындасың. Ел жеткендік аттестатын қолдарына алуға таяр тұрған, тұрмыс деп аталған үлкен бір жолға қадам қойып атырған оқыған оқушымызды шын қалбімнен бүгінгі үлкен сапары менен құттықтаймын. Сіздердің араңызда 11 оқушымыз жоғары оқу орнына кіріп, мектебіміздің алтын студент болу бақытына ерішті. 15 құтқарушымыз миллион оған теңестірілген халықаралық сертификаттардың иесі болды. Сондай-ақ биылғы оқу жылында республика көлемінде өткізілген Әл-Хорезми мирасқорлары сынауында жеңімпаз болған 80 оқушымыз, 3 оқушы біздің мектебімізден екенлігі бізді шексіз қуанышқа бөледі. 11-ші Ұлықбек мирасқорлары тағылауында Қаралапақстан жас 20 ең жақсы идея дөретуші арасында бар екенлігі бізді қуантады. Сіз бенен біз бүгінгі соңғы қоңырау байрамын байрамлап атырған тақырыптарда бұл оқушымыз өзі сияқты жеңімпаз болған теңестерімен Өзбекстан оқушымыз Артекеева Мехрибан. Біз бақытты баламыз халықаралық таңдауының басқышында бірінші дәрежелі дипломмен сыйлықталды. Біз ұстаздар сіздердің әрбір жетістіктеріңіз бенен қуанамыз. Сондай-ақ жас құтқарушылар жасыл шырақ таңдауларында мектебіміз командалары сыйлы екінші орынларды иеледі. Қала берсе, пән олимпиадалары, спорт жарыстары һәм басқа да таңдауларда сыйлы орындар иелеген оқушыларымыз баршылық. Бұндай жетістіктердің арқасында әлбетте ұстаз деп аталушы ұлы инсанның бейнеттері жатыр. Сондықтан оларға терең міннеттаршылық білдірсек абзиды. Олардың машақатты міннетінің жемісі сіздерсіз оқушылар. Әзиз құтқаруші жастар, санаулы күндерден кейін 11 жыл білім тәрбие алған жаңа мектебіңіз, ұстаздарыңыз бенен қошласып, айдың сапарға жол аласыз. Осы жолlardan ешқашан сүрінбей, жақсы бір келешекте биіктен тұтқа салуыңызға сенемін. Жоғары оқу орындарына кіріп, белгілі бір кәсіптің маманы боласыз. Қай жерде жүрсеңіз де, кім болып жетілсеңіз де, ана ватанымыздың еледе гүлленуі үшін қызмет етуіңізге сенімім кәміл.
Albatta, ota-onangizday bo'lib qolgan ustozlaringizni, suyukli maktabingizni unutmayotganimizni bilaman. Adulli ustozlarimizdan qadal minnatlarim ahlamizlar. Sizlarga haq yo'l ta'tirlab ko'rishlar. Yo'llarimiz ochiq, parvozimiz baland bo'lsin.